Тәубе сүресі. Бұл Алла және елшісінен сендермен келісім жасасқан мүшіріктерге соңғы ескерту. Әй уәдесінде тұрмайтын мүшіріктер, міне сендерге мұрсат бүгіннен бастап жер бетін 4 ай бойы қалағандарыңша шарлаңдар. Алайда біліп қойыңдар, бәрібір де Алладан ешқайда қашып құтыла алмайсыңдар. Шүбәсіз, Алла кәпірлерді 2 дүниеде де қор қылады. Бұл ұлы қажылық күні Алладан және елшісінен күллі адамзатқа үндеу. Расында, Алла һәм елшісі бұдан бұлай уәдесінде тұрмайтын мүшіріктермен ат кекілін кеседі. Алайда, ей мүшіріктер, Аллаға серік қосуды доғарып, тәубеге келсеңдер, өздерің үшін жақсы болады. Ал егер алған беттеріңнен қайтпай, теріс қарап кетсеңдер, онда біліп қойыңдар, бәрібір Алладан ешқайда да қашып құтыла алмайсыңдар. Уа Мұхаммед, күпірлік қылғандарды жан төзгісіз азаппен сүйіншіле. Алайда, өздеріңмен келісімге келгеннен кейін, келісімнің шарттарын толық орындаған һәм сендерге қарсы ешкімге қолдау көрсетпеген мүшіріктердің жөні бөлек. Ендеше сендер де, олармен жасаған келісімді мерзімі аяқталғанша бұзбаңдар. Шүбәсіз, Алла өзіне қарсы келуден барынша сақтанатын, уәдеге берік тақуа жандарды өте жақсы көреді. Соғысуға болмайтын харам айлар өткен соң, келісімді бұзған, соғысқұмар қанқұйлы мүшіріктерді көрген жерлеріңде өлтіріңдер, бас салып тұтқындаңдар, қыспаққа алыңдар, һәм олардың жолын торыңдар. Егер тәубеге келіп, хақ дінді мойындап, намаз оқса, һәм зекет берсе, оларды жөніне жіберіңдер. Шүбәсіз, Алла ғафур. Құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубесіне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, тәубе етіп, өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Бұдан басқа, егер мүшіріктердің бірі сенен пана тілесе, оны қанатыңның астына ал. Сонда ол үшін Алланың сөзін есту мүмкіндігі туады. Бәлкім иман келтірер. Содан кейін оны баратын һәм өзін қауіпсіздікте сезінетін жеріне дейін аман-есен жеткізіп таста. Өйткені олар расында да иманның, хақ діннің не екенін білмейтін, ақиқаттан бейхабар қауым. Уәдеде тұрмайтын, бұзақы мүшіріктердің Алламен әрі елшісімен қандай келісімі болмақ? Алайда, харам мешітінің маңайында өздеріңмен келісімге келген мүшіріктердің жөні бөлек. Олардың сендермен қарым-қатынасы дұрыс, сәлемі түзу болса, сендердің де олармен қарым-қатынастарың дұрыс болсын. Шүбәсіз, Алла өзіне қарсы келіп, асы болудан барынша сақтанатын, уәдеге берік тақуа жандарды өте жақсы көреді. Уәдеде тұрмайтын, бұзақы мүшіріктермен қандай келісім болмақ? Егер олар сендерден үстем түссе, сендермен арадағы келісімге де, берілген антқа да қарамайды. Сендерді құр ауызбен риза қылып, көңілдеріңді аулайды. Алайда, жүректері мүлдем басқаша соғады. Яғни көңілдері сендерді еш жақтырмайды. Олардың басым көпшілігі адамгершіліктен безген азғындар. Олар келісімді бұзып, Алланың уәдеге берік болуды бұйыратын аяттарын болмашы дүниеге сатып жібереді де, ел жұртты Алланың жолынан қақпайлайды. Расында, олардың бұл әрекеті қандай жаман еді. Ондайлар, мүміндерге қастық жасауға келгенде, ешқандай антқа да, келісімге де, құқыққа да қарамайды. Міне солар, барып тұрған, шектен шыққан қаскүнемдер. Егер олар тәубеге келіп, хақ дінді мойындап намаз оқса, һәм зекет берсе, онда олар діндес бауырларың болады. Біз бір нәрсе білетін, әрі түсінетін қауым үшін аяттарымызды міне осылай егжей-тегжейлі баяндаймыз. Егер олар ант су ішіп, келісім жасағаннан кейін келісімді бұзса, һәм онымен қоймай, діндеріңе тіл тигізсе, онда ондай күпірліктің көсемдеріне қарсы соғыс ашыңдар. Өйткені олардың антының пәтуәсі жоқ. Яғни оларда антқа берік болу деген
түсінік жоқтың қасы. Бәлкім сонда олар ең болмаса сендерге және діндеріңе қастандық жасаудан тыйылар. Антын бұзған, әрі Алла елшісін атамекенінен қуып шығуға бел байлаған бәтуасыз қауыммен соғыспайсыңдар ма? Тіпті сендерге қарсы соғысты бірінші болып бастаған да солар еді. Әлде олардан қорқасыңдар ма? Егер шынымен мүмін болсаңдар, онда өзгеден емес, бір Алладан ғана қорқуға тиістісіңдер. Олармен, яғни, ондай бүлікшіл, бәтуасыз қаскөй кәпірлермен соғысыңдар. Алла оларды сендердің қолдарыңмен жазалап қор қылсын. Оларға қарсы сендерге жәрдем беріп, жеңіске жеткізсін, әрі солардан әбден қысым көрген көңілі жарым мүмін қауымның көңілін жайландырсын. Һәм олардың жүрегіндегі, көкірегіндегі ашу-ызаны бассын. Алла қалаған пендесіне тәубеге келуді нәсіп етеді. Алла әлим, бәрін білетін шексіз ілім иесі, хаким, әрісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Жоқ әлде, Алла араларыңдағы өзінің жолында аянбай күресетіндер мен Алладан, елшісінен және мүміндерден өзгелерді сырлас дос һәм пана тұтпайтындарды әбден анықтап алмастан, бәріңді жайларыңа қалдырат деп ойладыңдар ма? Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Өздерінің кәпір екендігін сөздерімен және істерімен көрсетіп, соған өздері куәлік етіп отырған мүшриктердің Алланың мешіттерін көркейтуі, яғни онда шын көңілмен қызмет етіп, шынайы түрде құлшылық етуі ақылға сиятын іс емес. Өйткені олардың құлшылық орнын көркейтеміз деген желеумен істеген бүкіл істері бекер, олар тозақта мәңгі бақи қалады. Алланың мешіттерін тек Аллаға және ақиретке иман келтірген, намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытлы оқитын, зекетті толық беретін, сондай-ақ Алладан өзге ешкімнен именбейтін шынайы мүміндер ғана лайықты деңгейде көркейте алады. Міне солар тура жолдан таймай, мақсат мұраттарына жетуге үміт ете алады. Сонда сендер тек қажылыққа келгендерді сумен қамтамасыз ету, әрі харам мешітін күтіп, көркейту ісін Аллаға және ақирет күніне кәміл сенетін һәм Алла жолында жан тәнімен күресетін жандардың ісімен тең көресіңдер ме? Бұл екеуі Алланың алдында тең емес. Алла озбыр қауымды тура жолға салмайды, мақсат мұратына да жеткізбейді. Иман келтіріп, Алла үшін қоныс аударған һәм Алла жолында дүние мүлкінде, шыбын жанында аямай күресетіндер Алланың алдында ең жоғары мәртебеге ие. Нағыз жетістікке жеткендер солар. Раббылары оларды шексіз рахмына бөлейтіндігімен, оларға разы болып, оларды да өзінен разы ететіндігімен, әрі түгесілмес мәңгілік нығметке толы жәннат бақшалармен сүйіншілейді. Олар жұмақта мәңгі бақи қалады да, қайғы мұңсыз бақытты ғұмыр кешеді. Шүбәсіз ең үлкен сый сияпат Алланың дәргейінде. Уа иман келтіргендер! Егер әкелерің мен туған бауырларың күпірлікті иманнан артық көретін болса, оларды өздеріңе жақын дос, сырлас тұтпаңдар. Араларыңнан кімде-кім оларды дос тұтатын болса, міне солар өз-өздеріне қиянат жасаушылардың нақ өзі. Уа Мұхаммед, оларға егер де әкелерің, балаларың, бауырларың, жұбайларың, туған туыстарың, тапқан таянған мал пұлдарың, тоқтап, тоқырауға ұшырауынан қорқатын сауда-саттық кәсіптерің және өздеріңе ұнайтын үй-жайларың сендер үшін Алладан, пайғамбардан және оның жолындағы күрестен сүйікті һәм маңызды болса, онда Алланың пәрменімен алапат азабын күтіңдер. Алла қу дүниені жанындай жақсы көретін, азғын қауымды әсте тура жолға салмайды, әрі оларды екі дүниеде де шын бақытты қылмайды деп айт.
Шүбәсіз Алла сендерге көп жерде, әсіресе Хунейн соғысында жәрдем берді. Сол күні қараларыңның көптігіне масаттанған едіңдер, алайда оның сендерге түк те пайдасы тимеді. Сондай-ақ сол күні қиналғандарың соншалық, жер беті кеңдігіне қарамастан сендерге тар келген еді. Содан кейін жалт беріп тұра қашқан едіңдер. Алайда содан кейін Алла пайғамбар мен мүміндерге рахымын түсіріп, оларды үрейден арылтып, жан тыныштығына бөледі. Сондай-ақ сендер көре алмаған жасақтар түсіріп, күпірлікте қасарысқандарды жойқын жеңіліске ұшыратып азаптады. Кәпірлердің лайықты жазасы міне сол. Осынау оқиғалардан кейін Алла қалаған құлдарына тәубеге келуді, күпірліктен арылып, хақ дінге қайта оралуды нәсіп етеді. Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, тәубеге келіп, өзіне бір жолата бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Уа иман келтіргендер, мүшіріктер, рухани тұрғыдан лас адамдар. Сондықтан олар биылғы жылдан кейін харам мешітіне жоламасын. Егер мүшіріктер бұдан былай Меккені зиярат етпейтіндіктен табыс көзінен айырылып кедей болып қаламыз деп қорықсаңдар, Алла қаласа, сендерді шексіз шарапатына бөлеп байтады. Шүбәсіз Алла, алим, бәрін білетін, шексіз ілім иесі, хаким, әрісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Уа мүміндер, кітап иелері болса да, Аллаға және ақирет күніне кәміл сенбейтін, Алланың һәм елшісінің харам қылғанын харам деп санамайтын әрі хақ дінді ұстанбайтын кәпірлер алдарыңда құрметпен бас иген күйде, жизия салығын өз қолдарымен әкеліп төлегенге дейін олармен соғысыңдар. Уа Мұхаммед, алдыңа келген кейбір яһудейлер Үзәйр Алланың ұлы десе, христиандар Иса Мәсіх Алланың ұлы дейді. Бұл олардың баяғы кәпірлердің сөзіне еліктеп, құр ауызбен айтқан дәлелсіз, дәйексіз сандырағы ғана. Алла олардың жанын алсын. Қалай ақиқаттан адасып, хақ жолдан қақпайланып, жалғанға қалай бой алдырып жүргендерін көрмеймісің? Яһудейлер өз хахамдарын, машайықтарын, христиандар болса, өз дін басыларын Алланы былай қалдырып, тәңір тұтты. Яғни, Алланың үкімін былай қалдырып, солардың адал дегенін адал, арам дегенін арам деп қабылдады. Сондай-ақ, христиандар Мәриям ұлы Иса Мәсіхті де тәңір тұтты. Асылында оларға бір құдайға ғана құлшылық етіңдер деп бұйырылған еді. Одан, яғни Алладан басқа құдай жоқ. Алла мінсіз, олардың өзіне серік етіп қосқандарынан аулақ, һәм ұлы. Олар Алланың нұрын, яғни хақ дін, исламды, немесе Құранды ауыздарымен үрлеп сөндіруді көксейді. Алла болса кәпірлер қанша жерден жақтырмаса да, нұрын тамамдап, жарқырата түсуден басқа еш нәрсеге разы болмайды. Мүшіріктер қанша жерден жақтырмаса да, Алла хақ дін, исламның мерейін өзге дін, өзге жүйе атаулының барлығынан үстем ету үшін пайғамбарын тура жол және хақ дінмен жіберді. Уа иман келтіргендер, шүбәсіз, яһудейлердің машайықтары мен христиан дін басыларының көпшілігі иләһи кітаптағы үкімдерді бұрмалап, пара алу және дінді табыс көзіне айналдыру арқылы ел жұрттың дүние мүлкін сөзсіз арам жолмен жеуде, һәм оларды Алланың ақ жолынан қақпайлауда. Ендеше ашкөздікке салынып, алтын мен күмісті үсті-үстіне жиып, оны Алла жолында жұмсамайтындарды жан төзгісіз азаппен сүйіншіле. Қиямет күні дүниеде ашкөздікке салынып, үсті-үстіне жиылған алтын мен күміс тозақ отына қыздырылып, онымен иелерінің маңдайы, бүйірі және арқасы күйдіріледі, һәм оларға міне мыналар
қара бастарың үшін жиғандарың. Ал енді сол аш көздікпен жиған дүниелеріңнің ащы дәмін татыңдар делінеді. Алланың көктер мен жерді жаратқан күні жазған үкімі, орнатқан заңдылығы бойынша айлардың саны 12, олардың 4-еуі харам айлар. Міне, адамзаттың игілігі үшін ең дұрыс, әрі мінсіз жүйе осы. Ендеше бұл айларда, яғни қасиетті айларды құрмет тұтпай, немесе орнын ауыстыру арқылы өз-өздеріңе қиянат жасамаңдар. Сондай-ақ, соғысқұмар мүшріктердің еш нәрсеге қарамай сендерге қарсы жаппай жұмыла соғысқанындай, сендер де оларға қарсы жаппай жұмыла соғысыңдар. Біліп қойыңдар, Алла қашанда өзіне тиісінше тағзым ететін, әрі өзіне қарсы келіп, асы болудан барынша сақтанатын тақуа құлдармен бірге. Нәси, яғни қасиетті айларды кейінге шегеру әдеті, күпірлікте шектен шығу, одан басқа түк демес. Күпірлік қылғандар солай істеу арқылы адасқан үстіне адасуда. Сөйтіп олар Алланың дау-дамайды, соғысуды харам еткен қасиетті айларының санын толтырып, Алланың харам қылғанын өздеріне адал етіп алу үшін қасиетті айлардың бірін бір жылы жай айға жатқызса, келесі жылы қайтадан қасиетті айға жатқызады. Олардың мұндай сорақы қылықтары шайтан тарапынан безендіріліп, өздеріне сондай керемет істей көрсетілді. Алла ондай күпірлікте қасарысқан кәпір қауымды әсте тура жолға салмайды. Уа иман келтіргендер! Сендерге не көрінді? Сендерге Алла жолында Тәбукке жаппай аттаныңдар делінгенде дүниеге бой алдырып, бейне бір жерге жабысып қалғандай отырған жерлеріңнен қозғалмадыңдар. Әлде ақиреттен гөрі дүниенің қу тіршілігіне разы болып, соны артық көрдіңдер ме? Әйтсе де бұл жалғанның қызығы ақиреттің жанында түкке тұрғысыз. Осыдан өздеріңе бұйырылғандай, Алла жолында жаппай атқа қонбайтын болсаңдар, Алла сендерді жан төзгісіз азапқа душар етіп, көздеріңді жояды да, орындарыңа басқа қауымды әкеледі. Сөйтіп, соғысқа аттанбау арқылы оған титтей де зиян келтіре алмайсыңдар. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Егер пайғамбарға қол ұшын бермейтін болсаңдар, өздеріңе мәлім, Алла оған бұған дейін сендерсіз-ақ үнемі қолдау көрсетіп келді. Естеріңде болса, күпірлік қылғандар, оны атамекенінен қуып шыққан кезде, жол үстіндегі үңгірде екі кісінің бірі болып жасырынып отырғанда, қуғыншылар үңгірдің аузына тақап келсе де, еш қам жеместен Аллаға тәуекел еткен күйі қасындағы жолдасына: уайымдама, шүбәсіз Алла бізбен бірге деген еді. Сөйтіп Алла оған жүрегін орнықтырып, жан тыныштығына бөлейтін рахымын түсірді. Һәм сендер көре алмаған жасақтар жіберіп қолдады, сондай-ақ күпірлік еткендердің жалған дағуасын қор қылды. Яғни олардың жалған сенімі мен сөздерін және соған негізделген бүкіл істерін түкке тұрғысыз етті. Ал Алланың хақ сөзі мен хақ діні болса, қашанда асқақ әрі ұлы болып қала бермек. Алла азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әрісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Уа мүміндер, өздеріңе мейлі жеңіл, мейлі ауыр дейсін. Жағдайларың мейлі нашар, мейлі жақсы болсын, мейлі жас, мейлі кәрі болыңдар. Қару-жарақтарың аз болсын, көп болсын. Жаяу болса да, көлікпен болса да, жаппай аттаныңдар, және дүние мүліктеріңді де, шыбын жандарыңды да аямай Алла жолында өздеріңе соғыс ашқан бүлікшіл бұзақы кәпірлермен соғысыңдар. Біле білсеңдер, сендер үшін сол қайырлы. Егер барар жерде оңай олжа болғанда, һәм жол аяғы жақын болғанда, олар, яғни мұнафықтар, саған сөзсіз ілесер еді. Алайда машақаты көп бұл жорық олар үшін тым қашық
һәм ауыр болып көрінді. Сөйтіп олар, егер шамамыз келсе, міндетті түрде сендермен бірге шығар едік деп, жоқ жерден сылтау айтып, Алланың атымен ант су ішетін болады. Осылайша олар өз-өздерінің түбіне жетуде. Алла олардың өтірікші кәззәб екенін сөзсіз біледі. Уа Мұхаммед, Алла сені кешірсін. Рас айтқандар өзіңе аян болмай тұрып, һәм өтірікші кәззәптарды анықтап біліп алмай тұрып, жорыққа шықпау үшін алдыңа неше түрлі сылтау айтып келген әлгі екі жүзділерге неге рұқсат бердің? Аллаға және ақирет күніне кәміл сенетіндер, дүние мүліктері мен шыбын жанын пида етуге тура келетін Алла жолындағы соғысқа қатыспау үшін сенен әсте рұқсат сұрамайды. Алла өзіне тиісінше тағзым ететін, һәм әміріне қарсы келуден барынша сақтанатын тақуа жандарды жақсы біледі. Алла жолындағы соғысқа қатыспау үшін неше түрлі сылтау айтып, сенен рұқсат сұрайтындар Аллаға һәм ақирет күніне мүлдем сенбейтіндер мен жүректерін күмән жайлап, сол күмәннің шырмауынан шыға алмай жүргендер ғана. Егер олар шынымен жорыққа шыққысы келсе, қару-жарақтарын сайлап, сөзсіз алдын ала қамданар еді. Алайда, Алла олардың өзіңмен бірге жорыққа шығуын қаламады. Сондықтан оларды жорыққа шығуға құлықсыз етіп ұстап қалды. Сөйтіп оларға, ендеше, үйлеріңде отырғандармен бірге омалып отыра беріңдер делінді. Егер олар сендермен бірге жорыққа шыққанда, жоқ жерден бүлік шығарып, елдің шырқын бұзғаннан басқа түк бітірмес еді. Сөйтіп, берекелеріңді кетіру үшін араларыңда тыным таппай шапқылап, сөз тасумен болар еді. Оның үстіне, араларыңда оларға құлақ асатындар да бар еді. Алла опасыз залымдарды жақсы біледі. Олар бұдан бұрында араларыңда бүлік шығаруды қалап, саған қарсы талай құйтырқы әрекеттер ұйымдастырған болатын. Алайда олар қанша жерден жақтырмаса да, ақырында ақиқат өз тұғырына қонды. Және Алланың әмірі, яғни діні баршаға аян болып үстемдік құрды. Араларыңда алдыңа келіп, маған рұқсат ет, бұл жорыққа қатыспай-ақ қояйын. Сау басымды бүлік пен бәлеге қалдыра көрме дейтіндер де бар. Задында олар онсыз да бүлік пен бәлеге белшесінен батқан күйде. Шүбәсіз тозақ оты, кәпірлерді жан жағынан орап, қаумалап құрса болады. Егер саған қандай да бір жақсылық кез келсе, бұл олардың көңіліне қаяу түсіреді. Ал басыңа қандай да бір жамандық келсе, өздерінше масаттанып, алдын ала сақтық жасағанымыз қандай жақсы болған деп, төбелері көкке жетіп, өзіңнен сырт айналып кетеді. Ендеше оларға, Алла маңдайымызға не жазса, соны ғана көреміз. Ол біздің жалғыз иеміз, сондықтан шынайы мүміндер бір Аллаға ғана тәуекел етсін деп айт. Сондай-ақ оларға, сонда сендер, біздің қос жақсылықтың біріне кенелуімізден, яғни жеңіске жетуімізден немесе шейіт болуымыздан басқа не күтудесіңдер? Ал біз болсақ, Алланың сендерді өз тарапынан немесе біздің қолымызбен азапқа душар етуін күтудеміз. Ендеше күтіңдер, біз де сендермен бірге әліптің артын бағайық. Сөйтіп, ақырында бастарыңа қандай күн туарын көрейік деп айт. Уа Мұхаммед, осы жорыққа ат салсып, мал пұлынан садақа берген 200-ділерге, садақаны мейлі шын көңілден беріңдер, мейлі амалсыздан беріңдер, бәрібір бергендерің әсте қабыл болмайды. Сендер расында да адамгершіліктен безіп, хақ жолдан мүлдем тайған қауымсыңдар деп айт. 200-ділердің берген садақаларының қабыл болмауының себебі, олар Аллаға һәм елшісіне сенбей күпірлік қылуда. Сондықтан олар намазға келсе де, жалқауланып, кежегесі кейін тартып, әрең келеді. Садақа берсе де, шын көңілден емес, амалсыздан береді. Олардың асып тасқан дүние мүлкі де, құжынаған бала шағасы да сені қызықтырмасын. Алла
Сол арқылы оларды бұл дүниеде азапқа, әрі әуре сарсаңға салуды, сөйтіп ақыр соңында кәпір күйде жан тапсырғандарын қалайды. Олар өздерінің сендермен бірге екенін, яғни шын мүмін екендігін айтып, Алланың атымен ант су ішеді. Олардың сендерге үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Алайда олар мүшріктерге істегендеріңді көріп, солардың басына туған күн біздің де басымызға туа екен деп, зәре-құты қашқан қауым. Егер олар бас сауғалайтын қандай да бір жер, паналайтын үңгір, тіпті кірерге бір тесік тапса, еш кідірместен солай қарай зымырай жөнелетін еді. Уа Мұхаммед, араларынан баз біреулері зекет пен садақадан түскен мал пұлды үлестіру мәселесінде сені күстен алайды. Оларға сол мал пұлдан бір нәрсе берілсе, мәз болады. Ал егер еш нәрсе берілмесе, бірден шала бүлініп ашуланып шыға келеді. Олар бүйтіп ашкөздікке салынғанша, Алланың және елшісінің бергеніне разы болып, бізге бір Алла жеткілікті, Алла бізге өзінің шексіз шарапатынан, кеңшілігінен тағы да береді. Елшісі де қолында барын бізден аямайды. Біздің бар қалайтынымыз бір Алла, һәм оның разылығы ғана деп айтса, дұрыс болар еді. Зекет садақалар тек қолы қысқа пақырларға, мұқтаждарға, зекет жинау міндетін атқарушы қызметкерлерге исламға тарту, немесе жоқ дегенде дінге дұшпан болмау үшін көңілін аулау көзделген жандарға, тұтқыннан немесе құлдықтан азат етілетіндерге, қарызға батқандарға, Алла жолында жүргендерге, және елінен жырақта жүрген, немесе жолда қалған жолаушыларға арналады. Алланың парыз еткен кесімді үкімі осы. Алла алим, бәрін білетін, шексіз ілім иесі, хаким, әрісімен, әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Сол екі жүзділердің кейбіреуі, ол көрінгеннің сөзін тыңдайтын, кім көрінгеннің сөзіне сенгіш, аңғал құлақ деп, пайғамбардың көңіліне қаяу түсіруде. Оларға, иә солай, алайда ол сендер үшін, тыңдайтын және сендер жайлы, тек жақсы нәрселерді естуді қалайтын қайырлы құлақ. Ол, Аллаға қалай кәміл иман келтірсе, мүміндердің сөзіне де солай кәміл сенеді. Сондай-ақ ол, араларыңдағы шынайы түрде иман келтіргендер үшін ерекше рахым болып табылады деп айт. Алла елшісін ренжітетіндерге жан төзгісіз азап бар. Олар сендерді разы ету үшін, алдарыңа біз пайғамбар жайлы жаман еш нәрсе айтпадық деп, Алланың атымен ант ішеді. Егер олар шынымен мүмін болса, ең алдымен Алланы және пайғамбарын разы ету керек еді. Кім-де-кім Аллаға және пайғамбарына қарсы келіп, дұшпандық жасаса, шүбәсіз ол үшін ішінде мәңгі бақи азап шегетін тозақ оты бар екенін олар әлі күнге дейін білмей ме? Адам айтқысыз ит қорлық деген міне сол. Екі жүзділер үнемі жүрегіндегі, яғни жүрегіндегі күпірлікті, мүміндерге деген өшпенділікті, қулық сұмдықты әшкерелеп, беттеріне басатын бір сүренің төбелерінен жай болып түсуінен қорқып жүреді. Сөйтіп жүріп, сендерді мазаққа айналдыруды да қоймайды. Уа Мұхаммед, оларға мазақтай беріңдер. Білініп қалмаса екен деп қорқып, іштеріңе бүгіп жүргендеріңді Алла міндетті түрде әшкерелеп беттеріңді әлақ айдай қылады деп айт. Егер олардан өздеріңді не себепті жамандап, мазақтағандары жайлы сұрасаң, түк болмағандай, біз жай әңгіменің қызығына батып, қалжыңдасып ойнаған едік дейді. Оларға, демек сендер Алланы, аяттарын және пайғамбарын келемеждейсіңдер, солай ма деп айт. Ей екі жүзділер, сылтау айтып, ақталмай-ақ қойыңдар. Шынтуайтында сендер иман келтірдік деп құр ауызбен айттыңдар, һәм содан кейін іштеріңе бүккен күпірліктеріңді паш еттіңдер. Араларыңнан біраз адамды қатесін түсініп, тәубе еткендіктен немесе Алланы және пайғамбарды әжуа қылу ниетінде болмағандықтан кешірсек те, енді біразын екі жүзділігін қоймай күнәдан бас тартпаған үшін
азапқа душар етеміз. Екі жүзді ерлер мен екі жүзді әйелдер бір-бірінен айнымайды. Олар әркез жамандықты бұйырып, ел жұртты жақсылықтан, ізгіліктен қақпайлауға тырысады, қолдарын ашпайды. Яғни Алла жолында қайырымдылық жасауға келгенде көк тиын шығарғысы келмейді. Олар Алланы ұмытты, Алла да оларды ұмыт қалдырып, мүлдем тәрк етті. Шүбәсіз екі жүзділер адамгершіліктен безген азғындардың нақ өзі. Алла барлық екі жүзді ерлер мен әйелдерге һәм барлық кәпірлерге ішінде мәңгі бақи қалу шартымен тозақ отын уәде етті. Сол азап, сол қорлық оларға әбден жетеді. Сондай-ақ Алла оларды рахымынан бір жолата аластады. Олар үшін бітпейтін, таусылмайтын азап бар. Ей екі жүзділер, жағдайларың құдды өздеріңнен бұрын өткен Алланың қаһарына ұшыраған қауымдардың жағдайындай. Алайда олар сендерге қарағанда әлде қайда күшті, анағұрлым дәулетті де әулетті еді. Олар бұл жалғанда өз үлесіне тиген нығметтердің қызығын көрді. Міне, өздеріңнен бұрынғылар қалай өз үлесіне тиген нығметтердің қызығын көрсе, сендер де дәл солай өз үлестеріңе тиген нығметтердің қызығын армансыз көрдіңдер. Ойын күлкі, сауық сайранның қызығына батқандар сияқты, сендер де соның қызығына әбден баттыңдар. Сол екі жүзділер мен кәпірлердің бүкіл істері дүниеде һәм ақиретте түкке тұрғысыз болды да қалды. Міне, солар оңбай зиян шеккендердің нақ өзі. Әлде оларға өздеріңнен бұрын өткендер жайлы, атап айтқанда, Нұх қауымы, Ад пен Сәмуд қауымы, Ибрахимнің қауымы, Мәдияндықтар мен мекен жайы, жермен жексен болған ел, яғни Лұт қауымы жайлы ғибратқа толы хабар жетпеді ме? Оларға пайғамбарлары анық дәлелдер әкелген болатын. Анығында, Алла оларға зауал беру арқылы зұлымдық жасамады. Керісінше, олар Аллаға және пайғамбарларына қарсы келіп, күнәға бату арқылы үнемі өз-өздеріне қиянат жасаумен болған еді. Мүмін ерлер мен мүмін әйелдер бір-біріне шын жанашыр дос болып табылады. Олар елге ізгілікті, жақсылықты жасауды бұйырып, жамандық атаулыдан тияды. Намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытлы оқиды. Зекетті толық береді, және Аллаға және пайғамбарына әрдайым бағынады. Міне соларды Алла арнайы түрде шексіз мейіріміне бөлейді. Шүбәсіз Алла азиз, бәрінен үстем, әрі ұлы, хаким, әрісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Алла мүмін ерлер мен мүмін әйелдерге ішінде мәңгі бақи бақытты ғұмыр кешетін, жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларын, әсіресе Адн жәннатынан керемет үйлер беруді уәде етті. Ал аталмыш нығметтердің бәрінен де зоры Алланың оларға деген разылығы. Ең үлкен жетістік міне сол. Уа ардақты пайғамбар, қан құйылы кәпірлер мен опасыз мұнафықтарға қарсы жердің және заманның талаптарына қарай күрес жүргіз, әрі оларға барынша қатал бол. Олардың ақыр соңында барып паналайтын жері жаһаннам. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман баратын жер. Олар жаман еш нәрсе айтпадық деп Алланың атымен ант ішеді. Шынтуайтында олар күпірлікті білдіретін сөз айтты. Сөйтіп, тілдерін кәлимаға келтіріп, исламды қабылдағаннан кейін сөз жүзінде әрі іс жүзінде қайтадан күпірлік қылды. Сондай-ақ, ешқандай нәтиже шығара алмаған бір қатар құйдырғы, қылмысты істерді астыртын жүзеге асыруға тырысты. Алла өзінің шексіз шарапатымен, елшісі де Алланың қалауымен оларды мол байлыққа кенелтіп, жарылқағаннан басқа оларға не істеді дейсің?
Егер олар тәубеге келсе, өздері үшін жақсы болар еді. Ал егер теріс айналатын болса, Алла оларды дүниеде де, ақиретте де жан төзгісіз азапқа душар етеді. Бүкіл жер бетінде олардың Алланың азабынан қорғайтын бірде-бір қамқоршы досы да, қол ұшын беретін медеткері де жоқ. Араларында, егер Алла бізді шексіз шарапатына бөліп, мол дүние мүлік беріп жарылқаса, міндетті түрде зекет садақа береміз, әрі үнемі игілікті істер істейтін ізгі жандардың қатарынан табыламыз деп Аллаға уәде бергендер бар. Алайда, Алла оларды шексіз шарапатына бөлеп, мол дүние мүлік беріп, етек жеңін кеңейткенде сараңдық қылды. Және өздерінен зекет, садақа сұралғанда көзіне де ілмей сырт айналып кете барды. Сөйтіп Алла өзіне берген уәделерінен тайғандығы, әрі өтірік айтуды әдетке айналдырғандығы үшін олардың жүрегіне өзіне қауышатын күнге дейін жалғасатын 200-лік ұялатып қойды. Сонда әлгі 200-лер ішке бүккен сырларында, өзара күңкілдерін де Алланың біліп тұратынын, сондай-ақ Алланың ғайыпты толық білетінін әлі күнге дейін білмей ме? Ол 200-лер өздері сараң болғанмен қоймай, парыз етілген зекеттен бөлек, қайыр садақаны молынан беретін сақи мүміндерді де, маңдай термен тапқан таянған азғантай мал пұлынан садақа беретін кедей мүміндерді де өздерінше жазғырады. Һәм бет аузын жыбырлатып мазақтайды. Әйтсе де, Алла олардың өздерін 200-лігінен масқара қылды. Олардың лайықты сыбағасы жан төзгісіз азап. Уа Мұхаммед, олар үшін Алладан кешірім тілесең де, тілемесең де бәрібір. Тіпті олар үшін 70 мәрте кешірім тілесең де, Алла оларды кешірмейді. Өйткені олар Аллаға және пайғамбарына иман келтірмеді, һәм қарсы келді. Алла ондай иманнан жұрдай азғын қауымды әсте тура жолға салмайды. Алла елшісінен ажырап, Тәбук жорығына шықпай қалып қойғандар, үйлерінде бала-шағасының қасында рахатқа батып, жай-барақат отырғандарына мәз болысты. Сондай-ақ мал жанын аямай ортаға салып, Алла жолында күресуді жақтырмай, бір-біріне мына аптапта жорыққа шықпаңдар деп ақыл айтысты. Ендеше оларға тозақ оты әлде қайда ыстық де. Әттең, олар ақиқатты біліп, мәселені толық түсінгенде ғой. Сондықтан олар өз қолымен істеген әрі амал дәптерлеріне жазылған күнәлары үшін аз күліп, көп жыласын. Уа Мұхаммед, егер Алла саған мына жорықтан аман-есен қайтуды бұйырып, Мәдинаға қайта оралсаң, сөйтіп ондағы 200-лердің бір тобы алдыңа келіп сенен келесі жорыққа шығуға рұқсат сұраса, оларға: ендігәрі еш уақытта менімен бірге жорыққа шықпайсыңдар. Енді сендер үшін менімен иық тіресе жаумен соғысатын мүмкіндік тумайды. Өйткені сендер әу баста жорыққа шықпай үйлеріңде отыруды құп көрдіңдер. Ендеше бұдан бұлай да артта қалған қатын-қалаш бала-шағамен бірге отыра беріңдер деп айт. Уа Мұхаммед, олардың мәңгілікке өлген бірде-біреуінің жаназасын оқыма, һәм дұға ету мақсатында қабірінің басына барып тұрма. Расында олар Алланы да, пайғамбарын да мойындамай күпірлік қылды, әрі тура жолдан тайған азғын күйінде өлді. Олардың асып тасқан дүние мүлкі де, құжынаған бала-шағасы да сені қызықтырмасын. Алла солар арқылы оларды бұл дүниеде азапқа, әрі әуре сарсаңға салуды, сөйтіп, ақыр соңында кәпір күйде жан тапсырғанын қалайды. Қай кезде болмасын, Аллаға иман келтіріңдер, әрі елшісімен бірге Алла жолында күресіңдер деп бұйыратын сүре түссе, араларыңдағы дәулеттілері жорыққа шықпау үшін сенен рұқсат сұрап, бізді қинамай, жайымызға қоя бер, үйде отырғандармен бірге отыра берейік дейді. Олар соғысқа бармай артта қалған, қатын-қалаш бала-шағамен бірге жай-барақат отыруды жөн көрді. Сөйтіп, жүректеріне мөр басылды. Сондықтан олар ақиқатты,
Алла жолындағы күрестің хикметі мен маңыздылығын әсте түсінбейді. Ал Алла елшісімен маңайындағы мүміндер болса, мал жандарын ортаға салып, Алла жолында аянбай күресті. Жақсылық атаулының барлығы соларға арналады. Азаптан құтылып, мақсат мұратына шынымен жеткендер де солар. Алла олар үшін жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларын дайындап қойды. Олар онда мәңгі бақи қалып, бақытты ғұмыр кешеді. Ең үлкен жетістік міне сол. Бәдәуилерден арттарында қалатын отбасыларының нәпақасын тауып бере алмағандықтан, немесе жорыққа аттану үшін қажетті құрал-жарағы болмағандықтан, жорыққа шықпау үшін Алла елшісіне келіп рұқсат сұрағандар болды. Ал Аллаға және пайғамбарына өтірік айтқандарға келсек, олар жағдайы болса да жорыққа шықпай, тіпті рұқсат та сұрамай, үй жайларында жайбарақат отыра берді. Ендеше жорыққа шықпағандардың арасындағы күпірлік қылғандар жақында жан төзгісіз азапқа душар болады. Жорыққа қатыса алмайтындай шамада әлсіз немесе науқас болғандар, сондай-ақ жорыққа шығу үшін қару-жарақ, ат-көлік, азық-түлік сынды қажетті нәрселерді таба алмағандықтан, өзгелерге жүк болатындар Аллаға және елшісіне деген сенімі мен ықыласы кәміл болған жағдайда жорыққа қатыспаған үшін күнә арқаламайды. Өйткені мүміндерге әрдайым жақсылық ойлайтын, жорыққа шықпаған күннің өзінде де үнемі игілікті істер істейтін ізгі жандарға кінә тағуға жол берілмейді. Алла ғафур. Құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Уа Мұхаммед, сондай-ақ өзіңмен бірге жорыққа ала кетуіңді өтініп, алдыңа келгендерге өкінішке орай сендерді мінгізетін артық көлігім жоқ дегеніңде, Алла жолында беретін еш нәрсе таба алмағандықтан қатты мұңайып, көз жасын көл қылып кері қайтқандар да жорыққа шықпағаны үшін күнә арқаламайды. Кінә тек бай бола тұра, жорыққа шықпау үшін саналуан сылтау айтып, сенен рұқсат сұрайтындарға тағылады. Олар артта қалған қатын-қалаш, бала-шаға, шал-кемпірлермен бірге отыра беруді жөн көрді. Сөйтіп, Алла олардың жүрегін мөрлеп тастады. Сондықтан олар ақиқатты білмейді. Уа мүміндер, сендер жорықтан оралғанда, жорыққа қатыспағандар сендерге неше түрлі сылтау айтумен болады. Уа Мұхаммед, оларға сылтау айтып әуре болмай-ақ қойыңдар. Бәрібір сендерге сенбейміз. Өйткені Алла бізді сендердің жай-күйлеріңнен хабардар етті. Бұдан былай да, Алла да, елшісі де барлық істеріңді көріп, бағалайтын болады. Содан кейін ғайыпты да, жарияны да толық білетін Алланың дәргейіне қайтарыласыңдар. Сонда ол, дүниеде не істеп не қойғандарыңды жіпке тізіп өздеріңе түгел айтып береді деп айт. Жорықтан аман-есен оралып, олармен қайта қауышқандарыңда өздеріне кінә тағып, жауапқа тартпауларың үшін алдарыңда Алланың атымен қайта-қайта ант ішіп, айтқан сылтауларына сендіруге тырысады. Олардан сырт айналыңдар, өйткені олар шынымен лас қауым. Олардың өз қолымен істеген күнәлері себепті ақырында барып паналайтын жері жәһәннам болмақ. Олар сендерді разы ету үшін алдарыңда Алланың атымен ант ішеді. Сендер оларға қанша жерден разы болсаңдар да біліп қойыңдар. Алла тура жолдан тайған азғын қауымға әсте разы болмайды. Бәдәуилер, яғни көшпенді сахара халқы надандығынан, тиісті тәлім тәрбие алмағандығынан күпірлікте және екіжүзділікте өзгелерден асып түседі. Сондай-ақ Алланың пайғамбарына түсірген үкімдерінің шегін, яғни жөн жобасын білмеуді ең көп солардан күтуге болады. Алла әлим, барлық нәрсені, құлдарының барлық жай-күйін жақсы білетін, шексіз ілім иесі, һәм хаким,
әрісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Бәдәуилердің кейбірі садақа, зекет, немесе жорық үшін жиналған жылу сынды шариғат талабы бойынша Алла жолында жұмсаған мал пұлын өздерінен алынған алым салыққа балайды. Және содан құтылу үшін бастарыңа бәле жауып, екі талай күннің туғанын күтеді. Күткен бәлелері өз бастарына келсін. Алла, Сәмиғ, бәрін естуші, Алим, құлдарының жай күйін. Іштей не тілейтінін толық білетін, шексіз ілім иесі. Ал енді бір бәдәуилер Аллаға және ақирет күніне кәміл сенеді. Алла жолында бергенін, Аллаға жақын болудың, әрі Алла елшісінің батасын алудың дәнекері санайды. Шынында да, Алла жолында бергені олар үшін Аллаға жақындықтың бірден бір дәнекері болып табылады. Алла оларды ерекше рахмына бөлеп, жәннатына кіргізеді. Шүбәсіз, Алла ғафур. Құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе, мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Мұхажирлер мен ансарлардың исламды қабылдаудағы һәм Алла жолындағы қызмет етудегі алдыңғы қатарлылары және соларды өнеге тұтып, игілікті істер атқарып, соңдарынан ергендерге Алла разы болды. Олар да Аллаға дән риза болды. Алла олар үшін жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларын дайындап қойды. Олар сонда мәңгі бақи қалып, бақытты ғұмыр кешеді. Ең үлкен жетістік деген міне сол. Маңайларыңдағы бәдәуилердің арасында мұнафықтар бар. Ондай екіжүзділер Мәдина халқының арасында да бар. Һәм екіжүзділікте алдына жан салмайтын әккі мұнафықтар бар. Сондықтан, уа Мұхаммед, біз саған білдірмесек, сен оларды біле алмайсың. Оларды толыққанды біз ғана білеміз. Біз оларды екі рет, яғни дүниеде һәм қабірде азаптаймыз. Содан кейін олар одан бетер алапат азапқа душар етіледі. Сондай-ақ, күнәләрін толық мойындаған тағы бір топ бар. Олар кезінде игі істерге де, жаман істерге де барды. Сөйтіп бірде сауапқа бөленсе, бірде күнәға батты. Бәлкім, Алла олардың тәубесін қабыл етер. Шүбәсіз Алла ғафур. Құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе күнәсін мойындап, тәубеге келіп, өзіне бір жолата бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Олардың дүние мүлкінен зекет, садақа ал да, сол арқылы оларды тазартып, күнәларынан арылт, әрі сауаптары мен ықыластарының арта түсуіне дәнекер бол. Сондай-ақ, олар үшін дұға ет. Өйткені сенің дұғаң оларды жан тыныштығына бөлеп, жүректерін орнықтырады. Алла, Сәмиғ, бәрін естуші, һәм Алим, барлық нәрсені, соның ішінде құлдарының жай күйін, әрі мұң-мұқтаждарын толық білетін шексіз ілім иесі. Сонда олар Алланың құлдарының шынайы тәубесін һәм шын көңілмен берген зекет садақаларын қабыл алатынын, және Алланың шынымен тәуәп, яғни құлдарының тәубесін қабыл етіп қана қоймай, оларды шынайы тәубелері үшін мол сауапқа бөлеуші һәм Рахим, тәубе етіп, өзіне бір жолата бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді екенін білмей ме? Уа Мұхаммед, оларға қарекет қылыңдар. Істеріңді Алла да, елшісі де, мүміндер де көреді. Нәтижеде ғайыпты да, жарияны да толық білетін бір Аллаға қайтарыласыңдар. Сонда ол дүниеде не істеп, не қойғандарыңды жіпке тізіп өздеріңе түгел айтып береді. Алла елшісімен бірге жорыққа шықпай қалған тағы бірнеше адамның ісі Алланың үкімі шыққанға дейін кейінге қалдырылды. Алла қаласа,
оларды жазаға тартады. Қаласа, тәубеге келуді нәсіп етіп, күнәләрін кешіреді. Алла, Алим, бәрін һәм кімнің жазаға лайық және кімнің кешірімге лайық екенін жақсы білетін шексіз ілім иесі, Хаким, әр ісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Сондай-ақ бір топ мұнафық исламға және мұсылмандарға зиян келтіру, көпірлікті қолдау, мүміндердің арасына жік салу һәм бұрынырақта Аллаға және елшісіне қарсы соғыс ашқан кісінің Әбу Амирдің келіп, өздеріне қосылуын күту мақсатында бір мешіт салды. Бірақ олар мүміндерге, күмәндарың болмасын, біз бұл мешітті салғанда жақсылықтан басқа еш нәрсе көздеген емеспіз деп ант су ішеді. Алайда олардың өтірікші кәззәб екендігіне бір Алланың өзі куә. Уа Мұхаммед, ол мешітте әсте намаз оқушы болма. Әу бастан-ақ тақуалыққа негізделіп салынған Мәдинадағы мешіт сен үшін намаз оқуға ең лайықты орын. Ол мешітте жан тәнімен күнә һәм арсыздық атаулыдан арылуды, тазаруды қалайтын нағыз ерлер бар. Алла күнә мен арсыздық атаулыдан арылып, тазаруға тырысатын жандарды жақсы көреді. Құрылысын, яғни дінін, тіршілігін һәм бүкіл іс-әрекетін Аллаға қарсы келіп асы болудан сақтануға һәм разылығына бөленуге негіздеген адам қайырлы ма? Жоқ әлде, құрылысын түбін су шайып, құлағалы тұрған жарғабаққа салып, ақыры сонымен бірге жаһаннам отына құлап кете барған адам қайырлы ма? Алла бүкіл ісі әділетсіздікке, қиянатқа негізделген, ақыры өзінің де, өзгенің де обалына қалатын залым қауымды әсте тура жолға салмайды. Мұнафықтардың лаң салуды көздеп салған бүкіл құрылыстары, яғни ойлап тапқан жүйелері мен құрған жоспарлары, әсіресе өз қолдарымен салған Дирар мешіті жүректері жарылып өліп кетпейінше, көкіректерінде уайым мен үрей себебі болып қала береді. Алла, Алим, барлық нәрсені, соның ішінде мұнафықтардың қыр-сырын толық білетін шексіз ілім иесі, Хаким, әр ісімен әрбір үкімінде талай хикметтер болған асқан даналық иесі. Расында Алла мүміндерден жандары мен дүние мүліктерін орнына жәннатты беретін болып сатып алды. Олар Алла жолында қан құйлы кәпірлермен аянбай соғысты. Сөйтіп, қан құйлы кәпірлерді не өлтірді, не болмаса солардың қолынан қаза тауып, шейіт болды. Бұл Алланың Тәуратта, Інжілде және Құранда орындауды мойнына алған хақ уәдесі. Уәдеге берік болуда Алладан асатын кім бар? Ендеше, уа мүміндер, Алламен осындай табысы мол, сауда-саттық жасағандарың үшін сүйінші. Ең үлкен жетістік, ең зор табыс деген міне осы. Әрдайым тәубе етіп, күнәларынан арылушылар, Аллаға жан тәнімен құлшылық етушілер, Аллаға мадақ айтып, шүкіршілік етушілер, Алла жолында сапар шегушілер, Алланың алдында иіліп, рүкух етушілер, Аллаға сәжде етушілер, елге жақсылықты бұйырып, жамандықтан тыюшылар және Алланың белгілеген үкімдеріне толық бағынатындар бар ғой. Уа Мұхаммед, міне, сондай шынайы мүміндерді сүйіншіле. Кәпір күйінде өліп, тозақтық екендігі анық белгілі болғаннан кейін, пайғамбар мен мүміндердің тіпті жақын туысы болса да, өлген мүшіріктер үшін Алладан кешірім тілеуі орынсыз. Ал Ибрахимнің әкесі үшін кешірім тілегеніне келсек, кезінде әкесіне, сен үшін Раббымнан кешірім тілеймін деп берген уәдесін орындағаны ғана болатын. Алайда оған әкесінің Аллаға айнымас дұшпан екені анық белгілі болғанды.
Ол одан мүлдем қол үзді. Расында, Ибрахим ел жұрты үшін үнемі уайым жейтін, Раббысына көп жалбарынатын, өте сабырлы да, кеңшілігі мол жан еді. Алла қандай да бір қауымды тура жолға салғаннан кейін, сол жолдан тайып кетпеу үшін не нәрселерден сақтану керектігін ашып түсіндірмейінше, олардың адасуына жол бермейді. Шүбәсіз, Алла барлық нәрсені біледі. Шүбәсіз күллі аспан әлемі мен жердің игілігі һәм бар билігі бір Аллаға тән. Жан бітіріп, өмір сыйлайтын да, ажалы жеткенде жанын алатын да, өмірді қиятын да бір өзі. Сендердің Алладан басқа бірде-бір қамқоршы иелерің де, қол ұшын беретін медеткерлерің де жоқ. Расында, Алла пайғамбарын шексіз мейіріміне бөледі. Сондай-ақ өте қиын шақта, яғни Тәбук жорығында пайғамбардың соңынан ерген мұхажирлер мен ансарларға, әсіресе араларындағы кей адамдарға, жүректері тайқуға шақ қалғанда рахымын төгіп, күш жігер берді. Сөйтіп олардың барлығын шексіз мейіріміне бөледі. Шүбәсіз, Алла пайғамбарына һәм мұхажирлер мен ансарларға сондай жанашыр, ерекше мейірімді. Сондай-ақ, Алла тағала Тәбук жорығына шықпай артта қалып қойған 3 кісінің де тәубесін қабыл етіп, шексіз мейіріміне бөледі. Өйткені ол үшеуінің істеген күнәлары үшін жан азабын тартып күйзелгені соншалық, жер беті оларға кеңдігіне қарамастан тар келген еді. Сөйтіп әбден жан азабын тартып құсаға шалдыққан еді. Ақыры, Алланың бұл азабынан бір өзін пана тұтып қана құтыла алатындықтарына көздері анық жетті. Сонда Алла тәубелеріне келіп, күнәларынан арылсын деп оларға тиісінше тәубе етуді нәсіп етті. Шүбәсіз, Алла тәуәп, яғни құлдарының тәубесін қабыл етіп қана қоймай, оларды шынайы тәубелері үшін мол сауапқа білеуші, һәм рахим, тәубе етіп, өзіне бір жолата бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Уа иман келтіргендер, Аллаға тиісінше тағзым етіңдер, әрі оған қарсы келуден барынша сақтаныңдар. Сондай-ақ, ісі де, сөзі де түзу, Аллаға берген уәделеріне берік шыншыл жандармен бірге болыңдар. Мәдина халқының және айналасындағы бәдәуилердің Алла елшісіне қайшы келіп, оған ермеуі және оған тиісінше көңіл аудармай, қарабастарының ғана қамын күйттеуі орынсыз. Иә, солай. Өйткені олардың Алла жолында, пайғамбармен бірге жүріп бастарына түскен шөл, шаршап шалдығу, аштық сынды әрбір ауыртпалық үшін, сондай-ақ, кәпірлердің шамына тиетіндей бір жерге хақ дінді жаю үшін, аяқ басу және дұшпанды ойсырата жеңу сынды әрбір нәтижелі іс үшін оларға міндетті түрде сауап жазылады. Өйткені Алла игілікті істер атқаруға жаны құмар ізгі жандардың маңдай термен тапқан сауабын зая етпейді. Сондай-ақ олардың мейлі аз, мейлі көп болсын, Алла жолында жұмсаған мал пұлы және Алла жолындағы жорықта немесе сапарда жүріп өткен әрбір жолы мен сай-саласы оларға міндетті түрде сауап болып жазылады. Міне, осылайша Алла оларды істеген игілікті істерінің қарымынан әлдеқайда жақсы сый-сияпатқа бөлеуді қалайды. Сонымен қатар, мүміндердің бір мезетте жаппай жорыққа аттанғаны да орынсыз. Ендеше, әр елден, әр қоғамнан, әр рудан бір топ адам қалып, діни ілімдерді бүге-шүгесіне дейін терең меңгеріп, жорыққа аттанғандар қайтып оралғанда, жат қылықтардан, күнә атаулыдан аулақ жүру үшін оларды ескертуі, яғни оларға жөн сілтеп, уағыз насихат айтуы һәм шариғат талаптарын үйретуі керек емес пе? Уа иман келтіргендер, хақ дінді жаю жолында соғысуға мәжбүр болсаңдар, алдымен маңайларыңдағы дінді жаюға бөгет жасаған және
бастарыңа қауіп төндірген ақиқатқа қас қан құйлы кәпірлермен соғысыңдар. Олар сендердің бойларыңнан қайтпас қайсарлық пен қаратастай қайраттылық байқайтын болсын. Біліп қойыңдар, Алла қашанда тақуа жандармен бірге. Қандай да бір жаңа сүре түсірілгенде, кейбір екіжүзділер иманы әлсіз жандардың көкірегіне күмән ұялату үшін кекесінмен бұл қайсыңның иманыңды күшейтті деп сұрайды. Ал шын иман келтіргендерге келсек, бұл олардың иманын нығайта түсті. Сөйтіп олар көктен келген қуанышты хабарға қатты қуанып, бірін-бірі сүйіншілеп құттықтайды. Ал жүрегінде күпірлік не екіжүзділік сынды дерті барларға келсек, бұл сүре олардың ластығына ластық қосып, арамдығын арттыра түсті. Сөйтіп олар кәпір күйінде өліп кетті. Сонда олар, мұнафықтар, өздерінің жылына бір немесе екі мәрте естерін жиып, тәубеге келу керектігін меңзейтін ауыр сынаққа тап болып, бастарының бәлеге қалып жатқанын көрмей ме? Алайда олар бәрібір тәубеге келмейді. Күпірліктерінен қайтпайды және еш сабақты алмайды. Оларға қатысты қандай да бір сүре түссе, Алла елшісі ел жұртқа жаңа түскен сүрені жеткізіп жатқанда, бір-біріне көз қысысып, артынша біреу-міреу көріп қоймайды мекен деген үреймен жан-жақтарына жалтақтап қарасады да, ешкімге сездірмей тайып тұрады. Олар осындай иман мәселелері айтылып, Құран оқылатын жерден қалай сырт айналып кететін болса, ақиқатты түсінбейтін, парықсыз тобыр болғандықтан Алла да олардың жүрегін иманнан бұрып жібереді. Сендерге өз араларыңнан, яғни араларыңда туып өскен хақ пайғамбар келді. Оның сендерге жанашырлығы соншалық, азапқа немесе қиын жағдайға душар болғандарың былай тұрсын, тіпті болмашы бір қиындыққа тап болғандарыңның өзі оған өте ауыр тиіп, жанына қатты батады. Ол сендерге тым ынтық, өте ынтызар болғандықтан сендер үшін қатты қорқады, сендерді ойлап көп уайым жейді. Ол мүміндерге сондай жанашыр, өте мейірімді. Уа Мұхаммед, егер олар сенің өздеріне деген ынтызарлығыңа, жанашырлығыңа қарамастан сырт айналып кете барса, онда маған қамқор ие ретінде бір Алла жеткілікті, одан басқа тәңір жоқ. Мен бір өзіңе ғана арқа сүйеп, тәуекел еттім. Өйткені ол ұлы аршының Раббысы, аршқа және күллі жаратылысқа үкімін жүргізген шексіз билік иесі деп айт.